Мысалы сен ағаң бар да, өзінен 3 жас үлкен, қарызы басынан астады, кредитқа батып кеткен, и саған келіп тұр да, короче, кредит алып берші өз атынан, мен қайтарам деп тұр да. Анау датао кредиті көп, ешкім бермей қойған да, нағаншы. И саған келіп тұр да, сен туған ағаң. Не істейсің мысалы? Бересің ба, бермейсің ба? Солай мен ініме барғам ғой, кезінде, осы 5 жыл бұрын. Өйткені мен ана кредит, қарыз бәрінен алып, ставкаға тыға бергем. Датао маған ешкім бермей қойған да. И микрокредит қатты қанын ішкен ғой. Қатты қанын ішіп, счетыңды жауып тастаймыз, короче. Вообще сындырайын деп тұр, короче, ары қарай ше. И маған 300 000 теңге болса, хотя бы бір 2 микрокредитін жауып алсам, ары қарай бүйтіп потихоньку кредиттарымды жауып сөйтіп кетем деген оймен мен ініме барамын ғой. Өзім через себя өтіп, короче, ұялып, мен ағасым ғой, қалай мен бұдан ақша сұрап кредитқа еще деп барам, не дейді екен ол, жоқ дейм екен, я дейм екен деп барсам, короче, ойланбай, болды братан, алып берем деген ғой. Адикше, осыдан 5 жыл бұрын. И маған соны алып беріп, мен микрокредиттерін жауып, ары қарай бүйтіп адам болып кетемін. Ары қарай бойларға шығып бастаймын, қарыздармен құтылып сөйтіп адам болып кетемін. Сол кезде бермегенде, может мен ары қарайсын вообще адам болмай кететін бедім, может быть. Сол адик маған көмектеспегенде. Сондықтан менің туған інім Әділердің орны бөлек та мен өмірімде. Мен ол, во-первых, бауырым, во-вторых, ол маған мен қайтарамайтынын біліп тұрса да маған көмектескен адам да. Соған бүгін мен ақшам